фитобочканы қабылдап жатырмын. Осының ішінде қазір маралдың сорпасын шашады екен. Ішінде өте керемет ем суы. Бұл емді 6 күн қабылдау керек. Мына соны бірінші күн қазір қабылдап жатырмын. Деп емін біткеннен кейін көреміз. Мына фитобочканың бірінші процедурасын қабылдадық. 15 минут ішінде жаңағы маралдың сорпасын шашып, өте керемет әсер алдым. Мына фитобочка қабылдап шыққаннан кейін мынандай бір керемет маралдың мүйізінің қаны дейді. Осында емдік шөп бар, осыны қабылдайды екенсің. Мынау маралдың мүйізінің қаны адамның 12 мүшесін жақсы жұмыс етуге өте көмек қатты етеді. Жаңа ішкенде маралдың мүйізінің қанын ішіп болғаннан кейін мынандай керемет емдік тас шөптің шайын ішеміз. Мына керемет тас шөп шайы адам нерв жүйесін босатып, адамды жеңіл, еркін сезінуге көп пайдасы тиеді. Ал жаңа бірінші процедура фитобочкадан шыққаннан кейін маралдың мүйізінің қанын іштік, тас шөп шайын іштік, 10 минут демалып, мына құрғақ парға кіреміз қазір. Бұл жерде де маралдың сорпасын шашады. Бұл жерде полный бастан бастап денеге шейін қабылдайсың. Үшінші процедураға келдік. Бұл жерде маралдың мүйізінің сорпасынан жасалған маска. Бұл маска кожаны жасартады, әжімдерді кетіреді, және майда клеткаларыңызды тірілтеді. Төртінші процедураға келдік. Шипа тұзы дейді, астма, бронхит, және көптеген тыныс алудың ауруларына өте пайдасы көп екен. Шипалы тұз бөлмесіне кіргеннен кейін бұл жерде 15-20 минут мұрынмен, ауызбен терең тыныс алып, дем алып, әсерін алып отыру керек.